Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз формалық свеча жасайтын боламыз. Сол свечаны жасау үшін қандай заттар қажет екенін экранға көрсетіп кететін боламын. Формовый свеча жасау үшін бізге осындай таразы керек, және де осындай соевый воск керек. Менде осындай түрі. Осы воскіден бізге 84 грамм воск керек болады. Біз осы таразы арқылы атыс қойып өлшеп алатын боламыз. Менде мұнда воскымыз артық мөлшерде түсіп кетті. Оны 84 граммге азайтып алатын боламыз. Мінекей бізде тура 84 грамм болды. Енді осы воскымызды су ваннасында ерітетін боламыз. Маған осындай термометр керек. Термометрдің көмегімен температурасын өлшей отырып ерітіп алатын боламыз. Воскымыз еріді, 75-85 градуста ериді. Сол уақытта біз осындай исмай қосатын боламыз. Исмай бізде какао және шоколад түрі, сондай исмай қолдандым. Енді осы воскымызды шамалы уақытқа суытамыз. Мен мұнда шамалы құйып аламын. Одан кейін осы шамалы құйып алған воскымызге восковый краска қосатын боламын. Шамал ғана қосам. Сол кезінде сары түс шығады. Ақырындап араластырып аламын. Мінекей дайын болды. Енді осы майымызды, ромашкамыздың ортасы сары болады ғой, сол ортасына құятын боламын. Шамалы қатта бастаған кезінде шпажкаларымыз сындырып дайындап қойған болатын. Осы шпажкаларды ортасына, осы свечамыз қата бастаған кезінде ортасына қадап қоямыз. Ол тез петелька өткізу үшін керек болады. Екіншісіне де дәл солай шпажка қадап қоятын боламыз таяқтың көмегімен. Арасында воскымыздың температурасын бақылап отыратын боламыз. Воскымызды суығанға дейін осы келесі силикон формаларымызға осындай арнайы петелька тұрғызатын құралдарды қолдана отырып, таяқшаларымыз орталарына қадап қоятын боламыз. Мінекей бүкіл силикон формаларымыз дайын болды. Енді кезек воскымыз 55-56 градусты суыған кезінде осы формаларымызға құятын боламыз. Воскымызды суыды. Енді осы воскымызды формаларымызға ақырындап құятын боламыз. Мінекей біз 4 формамыздың 4-еуіне де воскымыздың барлығын құйып болдық. Ортасында шпажкаларын барлығын түзеп дайындап қойдық. Енді 50-60 минут қатқанын күтетін боламыз. Міне 50-60 минут өтті. Воскымыз қатты. Енді осы свечаларымызды формасынан шешетін боламыз. Ал бірінші формамызды шешек. Мінде мұнда формамыздағы бірінші свечамыз сынып кетті. Енді бұл свеча жарамай қалды. Келесі формамыз шешетін боламыз. Сол үшін осындай формовый свечаларымызды формасынан ақырындап бүкіл бөлігін босатып алып шешкеніміз дұрыс. Жаңа мендегі
свечаны бірден бетіп бастап кетсеңіз, ол сынып кетеді. Свеча, формовый свечалар нәзік келеді. Әсіресе осы ромашка формасындағы түрі өте нәзік болады. Міне біздің бір свечамыз дайын болды. Келесі свечамызды ақырындап формамыздан шығарып алатын боламыз. Келесін де дәл солай қайталап шығатын боламыз. Свечаларымыздың барлығын формасынан шығарып алдық. Енді ортасындағы шпажкаларымызды ақырындап алып шығамыз барлығында. Свечаларымыздың тегіс емес жерлерін осындай пышақтың көмегімен ақырындап кесіп алып тастайтын боламыз. Свечаларымыздың барлығын осылай тегістеп болдық. Енді осы свечаларымыздың ортасынан осындай хлопковый петелькаларды өткізетін боламыз. Міне біз свечамыздың петелькасын өткізіп болдық. Енді осы петелькамыздың артығын қиып тастайтын боламыз қайшының көмегімен. Мінекей біздің свечаларымыз дайын болды. Ромашка бейнесінде, пион бейнесіндегі осындай формовый свечаларымызды жасап шығардым. Егер осы видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де менің келесі видеоларымды көргілеріңіз келсе, каналыма тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.